Abısının bərine ak gelinden bir salim, ak gelinden ay bir salim ay. Ay berekelde, abısınlarına kelinin atından bir salam deydi. Mine abısın tatı olsa az köp degen osuğu. Köp sılığın әзірлеп келген екен, бүгінгі тойыңызға нағашылар. Ағайындар ендігі көріп тұрсыз, нағашының қуануының бағасынан. Домбыраның жақсы болуы ағашында, жігіттің жақсы болуы нағашыда. Айналайын Келінжан сәлем берші, бүгінгі келіп жатқан нағашыға айқай-ақыл. Nağaşlar kayın eкен, ortamızға шығамыз, nağaşlar. Berekelde, alay veremiz, ne olsa da alay veremiz. Karamayımız, mal, temir, tesek, karantin, alay veremiz. Әдіпіп кеткен ғасырдан құдалар тілек асырма. Құдалар сөз айтқанда құдайдай халық басырма. Құдағай мен құдаша көңіліңей ұнаса, өте жақын туысың, айтатұғын сырашпай. Құдалар мен құдағайларға бер сәлем. Бәрекелді, әулеттің байырғы құдай қосқан құда-құдағиларына келінің атынан бір сәлемдер жатырмыз. Әзіл қалышын қалаған, балдызым деп санаған, көңіліңдай көтеріп бауырын ай балаған. Балдызым деп санаса, сын көзбендей қараған, жезделеріңе қайнапаларыңа бер сәлем. Бәрекелді, афа жезделеріміздің ортаға шақырып, бір сәлемдер жатырмыз. Әзілге бір тоймайтын, әзілдесе қоймайтын, бірге жүріп өмірде жеңге қамын ойлайтын. Бірге жүріп өмірде жеңге қамын ойлайтын, тойлайтын. Қайнелеріңе, қайынсіңлеріңе бер сәлем. Ай, молодец, қайын әнелеріне, қайын сіңлеріне. Ошын болашақ заказдар бұл. Шаршама келін, шаршама, қол аяғың талса да, ақ жүзіңді көруге халық келді қаншама. Қабағыңды күзетпен, жақсылықпен ізетпен, иіліп сәлем бере ғой ата-ананың досына. Айналайын Келінжан құрдастарға бер сәлем. Әпті ата-ана достары, құрдастары, Компандастары, служактары, жұмыстастар, шиыршықтастар, афамыздың карт ойнайтын подружкалары қайда бар ма? Чапай жақта Ақсуатты жақсы ауыл дейді, Ақсуаттан басқа ауылды көшті демейді. Ақсуат деп ән саласың, батырың деп жар саласың, Ақсуат деп биді билейсің. Ал Келінжан сәлем салшы ауылдас пен көршілерге, ақ келіннен бір сәлем болсын. Бәрекелді, ауылдастарға, көршілерге. Қалыбы бәріңізге бір сәлем, ата аталмай қалып атқандар болса. Максим бүгін үйленді, өзгеше бір күйгенде, сүйген жары қасында, ал достары қайда екен? Миллион дос қайда? Осындайда айқайлап шапалақ ұрмай ма? Бүгінгі Максимнің үйлену тойында 2000-нан айқайлап беташарға салмай ма? Максимнің достар, құрда бала құдаша қошын барлық салдығы да, ешкім балқыған жоқ, бер жақ оқылмаңдар. Ал енді қайын шапалақтарыңыз болсын, келіндеріңіздің бетін ашайық. Бәрінің де бар саны,
келін шаршама, биліп сәлем бере ғой, мұна тұрған бәріне. Бәрі сенің туысың, бәрі сенің ырысың, халқым саған рахмет, менің бітті жұмысым, көпшілікке бір сәлем. Ай, бәрекелді, рахмет, қадірменді ағайындар. Мінекей енді апа келіп қойыңыз. Ой, сіз келін келгеннен келіннен ұялып жүрсің кәдімгідей. Баяғыда бір апамыз айтқан ғой, келін келгенге де 10-ға дейін ұйықтап тұратынымыз бар, келін келгеннен таң атпай 6-та атып тұратын болдық қой. Ондай болмаңыз, апа, келін сіз өзіңізден аумай қалған, күндіз келген 40-та, түнде келген 40-та қабақ шатпайтын, өзім сияқты әрдайым мен баламды төрден көрсететін, менен аумай қалған келін болсын деп маңдайынан сүйіп, таңдайына өзі ырымдап 4-5 түкіріп жіберіңіз дейміз. Ал, қолса қошеметтеп, апам, бисмиллахи-рахмани-рахим деп. Өзің келіннің бетін әшсе кіміз сол ыстық болады деп. Өзіңізден аумайды екен апам. Тура сізді жас